Сәлеметсіңдер ме балалар? Мына бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз жәнегі қуып жету қозғалысына берілген есептерге теңдеу құрып шығару деген тақырып болған. Сол тақырыпта берілген есептер. Қазір мен сендерге 28-ші беттегі 6-шы тапсырманың шығарылу жолын көрсететін боламын. Өте оңай балалар. Бұл жерде жәнегі бізде сызба берілген, тек қана осыған теңдеу құру керек дейді. Олай болса, ол теңдеуді балалар біз осылай құрамыз. Яғни V1 жылдамдықтан V2 жылдамдықты азайтып, уақытқа көбейтеміз. Сол кезде бізге ара қашықтық шығады. Бізде уақыт белгісіз, қазір x пен белгілеп тұрмын. Енді бізде орындалатын бірінші амал жақшаның іші. Яғни 30-дан 15-ті азайтып аламыз. 15 көбейту x тең 60. Бұл түрдегі жай теңдеуді біз бірінші сыныптан шеше аламыз балалар. Сондықтан өте оңай. Ары қарай өзіміз қарап теңдеуді шешеміз. Келесі кітабымыздың 28-ші бетінде берілген 9-шы тапсырма. Бұл тапсырмада балалар сендерге мәтін есеп берілген. Осы мәтін есепке сызбасын сызуымыз керек. Бұл жерде балалар бізге белгілі мәтін есептің сызбасы берілген. Осы есепті шығарыңдар дейді. Олай болатын болса, және оған кері есеп құрау керек. Мен сендерге тек қана бір кері есеп құрап қойдым. Ол мына төмендегі қызыл сызықтың астында тұрған кері есеп. КЕ деп тұрғанымыз кері есеп деген сөз. Енді балалар, бұл жерде бізге уақыт белгісіз біріншіде. Уақыт белгісіз болған кезде ара қашықтықты жақындау жылдамдығына бөлеміз. Сол кезде бізге уақыт белгілі болады. Келесі кері есепті құрастырғанда балалар сендер білесіңдер, жаңа бізге ара қашықтық белгісіз болса, енді уақыт белгісіз. Уақыт белгісіз болғанда балалар не істейміз? 80-нен 60-ты азайтамыз, ара қашықтық белгісіз болғанда 80-нен 60-ты азайтып 2-ге көбейтеміз. Сол кезде бізге ара қашықтық белгілі болады. Енді балалар өздеріңе тағы мынандай кері есеп құрастыруға болады. V1 жылдамдық белгісіз болғанда, немесе V2 жылдамдық белгісіз деп, осындай тағы да екі түрдегі кері есепті құрастырып жазсаңдар болады. Бұл біздің бүгінгі 87-ші сабаққа берілген тапсырма.